Дәрігер, мен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын, жүрсем аяғымды басқызбай тізем өте қатты ауырады. Бұл не болуы мүмкін? Бұл артроз ғой. Тізе буынында май кеткен, сол үшін тізеңіз бір-біріне қажалып, мүжіліп жатыр. Деген сөздер өткен ғасырда қалды. Осы видеоны соңына дейін көріңіз, яғни соңына дейін көрсеңіз, сіз өзіңіз тізеңіз не үшін ауыратынын түсінесіз. Яғни осы сізде буынның майы кеткен, буындарыңыз бір-біріне мүжіліп жатыр, сондықтан сізде артроз болды, сол үшін сіздің тізеңіз ауырады деген дұрыс емес көзқарас екенін сіздерге бірнеше сұрақтармен дәлелдей кеткім келіп отыр. Біріншіден, егер де буынның майы кеткеннен ауыратын болса, онда неге 30 жастағы кейбір адамдардың тізесі ауырады, ал 60 жастағылардың тізесі кейбіреуінікі ауырмайды. Егер де ол майы кеткеннен болса, онда 60 жастағы адамдардың 100% барлығының тізесі ауыру керек еді ғой. Және де ол май кеткеннен болса, онда гиалурон сияқты сұйықтықтарды құйып, тізенің ауруынан толықтай құтылуға болар еді. Және де кейбір кісілерді қарасақ, үлкен кісілерді 60-70 жастағы, тізесі деформацияланған, тізесі өте дәу, үлкейіп кеткен сүйегі. Бірақ сондай кісілер ақсамай, ауырмай, түп-түзу жүретін де адамдар бар. Олардікі онда неге ауырмайды деген сұрақтар туындайды. Енді осы сұрақтардың барлығына жауап беретін бұл ФДМ терапия. ФДМ терапия америкалық доктор Стивен Типальдас ойлап тапқан. Яғни бұл емдеу тәсілі Америкадан келген. Стивен Типальдас, яғни біздің ағзамызда болатын 6 дисторсияны анықтады. Дисторсия дегеніміз бұзылыстар деп аударсақ болады. Соның бірінші дисторсиясы триггерный тяж. Яғни триггерный тяж кезде бұл біздің бұлшық еттеріміздің бетін ақ пленка қаптап тұрады. Яғни ет турағанда барлықтарыңыз көрген боласыздар. Бұны фасция деп атайды. Осы фасция жиырылып, оратылып қалған кезде оның ұзындығы қысқарады. Сол үшін бұл тартып ауырады. Бұл кезде науқастар көрсетеді, тіземнің чашкасынан былай қарай бір нәрсе тартып ұстап тұрған сияқты. Және тіземді бүгейін десем, бүктірмей, сол жібермей ұстап тұрады деп айтады. Және кейбіреулер отырып, орыннан тұруы өте қиын. Оларға не үшін сіздерге орныңыздан тұру қиын деген сұраққа, тіземнің артында бірдеме ұстап тұрған сияқты, бірдеме жібермей тұрған сияқты деп айтады. Яғни бұл жерде науқас қолымен не көрсеткеніне біз мән беруіміз керек. Егер де қолымен сызық көрсетсе, бұл триггерный тяжға тән. Және оның ауру сезімін қалай сипаттайды. Триггерный тяжда бірдеме ұстап тұрған сияқты, бірдеме тартып тұрған сияқты, бірдеме жібермей тұр деп айтады. Кейбір жағдайда бұл солқылдап ауырады дейді. Немесе бір ноют етіп тұрады деген сияқты айтады. Және тізеге қатысты келесі дисторсия бұл грыжа триггерной точки дейді. Бірақ бұл хирургиядағы грыжа емес, хирургияның грыжасы хирургиялық жолмен емделеді. Мен ол жайлы айтып жатқан жоқпын. Яғни бізде шап аймағында запирательный отверстие деген болады. Адам іші қатып, қатты күшенсе, немесе әйел адамдар бала туған кезде, ішкі қысым қатты күшейген кезде, осы запирательный отверстиеге фасция қысылып қалады. Бұл енді бұлшық еттің фасциясы болғандықтан, мына жерден қысылып тұрғандықтан, ол аяқты жібермейді. Және бұл жерде шап аймағы ауырады, одан бөлек тізеге қарай ауырғанын береді. Бұндай кісілер айтады, яғни шап аймағында бірдеме қысылып тұрған сияқты, бірдеме батып тұрған сияқты, бірдеме кедергі келтіріп тұрған сияқты. Және де бұлай аяғымды бүксем, бұл ауырғаны қатты күшейеді дейді. Одан кейінгі дисторсияны айтсақ, бұл континуум дисторсия. Континуум дисторсия дегеніміз біздің сүйектеріміздің бетінде де пленка қапталған. Бұны яғни қабырға мұжыған кезде барлықтарыңыз көрген боласыздар. Сол сияқты біздің буындарымызда да бар. Бұл континуум дисторсия көбінесе құлап
тізені жерге ұрған кезде пайда болады. Яғни жерге ұрылған кезде жаңағы фасция сүйекке бір бөлігі жабысып қалады. Ол жабысып қалғандықтан, яғни сіз қозғалған кезде ол тартылады, тартылған кезде бір андай острый ауру сезім пайда болады. Яғни бұндай науқастар шағымдары айтады, тіземді бүксем, онда бір точка бар, сол точка қатты ауырады дейді, немесе тізесінің артынан көрсетеді, немесе шашқымның артында тұр деп айтады. Бір точкасын саусақтың ұшымен көрсетеді, мұнда бір точкам бар, қатты ауыратын деп айтады. Ине тыққандай ауырады, немесе пышақ кіргендей ауырады деп айтады. Одан бөлек сүйекпен сүйек тиіп тұрған сияқты, сүйекпен сүйек бір-біріне кедергі келтіріп тұрған сияқты деп айтады. Бұл тізенің қозғалысын өте қатты шектейді. Бұндай науқастар мысалы тізесін созып бүксең, жаңағы континуум дисторсия созылған моментке жеткен кезде ойбай болды, ары қарай бүге алмаймын дейді. Ол ары қарай бүктірмейді дейді, өйткені ол қатты ауырады. Одан кейінгі дисторсия бұл фолдинг дисторсия деп аталады. Яғни бізде буындарымызда складчатый фасция деген болады, яғни бүктірген. Бұл бізде буындарымызға амортизация үшін қажет. Қандай да бір травма алған кезде біз тіземізді қайырып құласақ, немесе биіктен секірсек, немесе бір жағдайдан тіземіз тартылып қалса, осы кезде пайда болады. Яғни бұл жерде unfolding және refolding деген бар. Refolding кезінде науқастар мен таңертең ұйқыдан тұрғанда тізем ауырады, біраз жүргеннен кейін тіземнің ауырғаны қояды дейді. Немесе мен баспалдақтан түскен кезде тізем ауырмайды, өте жақсы сезінемін тіземе, бірақ баспалдақтан шығуым өте қиын деп айтады. Баспалдақтан мен шетінен ұсталып отырып бір аяқпен әрең шығамын дейді. Және бұндай кісілер отыра алмайды, себебі тізесі бір-біріне ашылғанын ұнатпайды, сол үшін отыру өте қиын болады бұндай науқастарға. Келесі unfolding. Unfolding кезінде керісінше науқастар баспалдақтан оңай шығады, бірақ баспалдақтан түсулері өте қиын. Және таңертең ұйқыдан тұрғанда тізелері ауырмай, өте жақсы болып оянады, бірақ тұрып біраз жүргеннен кейін тізелері ауырып бастайды. Аз ғана жүріп, отырып демалу керек болады. Аз-аздан жүреді, отырып демалады. Және де бұл folding дисторсия ауа райына қатты әсер етеді. Яғни күн бұзылса, тізе қақсап ауырады. Бұндай науқастар тізесін ауырған көрсетеді, мына буын ауырады, буынның іші ауырады деп айтады. Буыным ұстамайтын сияқты, буынымда күш жоқ сияқты, буыным шығып кететін сияқты деген сондай шағымдар айтуы мүмкін. Одан кейін яғни цилиндрическая дисторсия біздің бұлшықеттерімізді, аяғымызды былай айналдыра қаптаған фасция болады. Осы жерде пайда болатын дисторсия. Бұл кезде бұл екі түрлі болады, яғни аз ғана адамның жанына батпайтындай ауруы мүмкін. Ол науқастардан сұраса, қалай ауырады десе, бір крем жаққандай көрсетеді, осы тізем ауырады. Білмеймін қалай ауыратынын, түсіндіре алмаймын, ауырады дейді. Ал екінші вариант, бұл кезде тізе өте қатты ауыруы мүмкін, цилиндрический дисторсия кезде. Яғни суыққа шығып келгеннен кейін, суық ұстап қалды, содан кейін тізе қатты ауырып жатыр деп, ол кезде адамдар шыдай алмайды ауырғанына. Бірден жедел жәрдем шақырып, ауруханаға да баруы мүмкін. Бұл кезде айтады, мынаның барлығы ауырып тұр дейді. Қолмен ұстатпайды. Қолмен сәл ғана тисең, жанын шығаратындай қатты ауру сезімдер пайда болады. Одан кейінгі дисторсия тектоническая фиксация. Яғни адам ұзақ уақыт тізе буынын бүкпей, қимылдатпай жүретін болса, осы кезде бізді не дегенмен буында синовиальный жидкость бар. Оған қозғалыс керек. Егер қозғалмай ұзақ тұратын болса, ол сұйықтық клей болып, тас болып қатып қалады. Бұндай кезде айтады, тізем осылай ғана бүгіледі, ары қарай бүгілмейді дейді. Қолмен күштеп бүксең, ауырмайды, ештеңе сезілмейді, просто бүгілмейді дейді одан.
ешқандай ауру сезім жоқ, қимыл қозғалыс шектеледі. Енді осы айтылған дисторсиялардың ішінде сіз өзіңіздікіне ұқсайтын вариантты байқаған болсаңыз, бұл әр дисторсияны емдейтін тәсілдері бар. Бұның барлығы қолмен жасалады. Яғни дисторсия нақты анықтап қолмен нақты керек процедураны сізге жасаған кезде бірінші сеанстан ақ өзіңізге бір тізеңізде жеңілдікті байқайтын боласыз. Және бұл тізеге ғана қатысты емес, омыртқаға да, аяқ, қол, бас барлық жерге қатысты. Осылай науқас алдыңа келген кезде тізем ауырады десе, болды, сенде артроз деп қоймай, науқастардан сұрау керек. Тізең қалай ауырады деп. Қай кезде ауырғаны күшейеді, қай кезде ауырғаны басылады, қандай іс-әрекет істей алмайсың, ауа райына, тізеңнің ауа райының бұзылғаны, сен тізең ауырғаны әсер етеді ме, етпейді ме? Таңертең ұйқыдан тұрғанда тізеңді қалай сезінесің? Түнде ұйықтап жатқанда тізені қалай сезінесің? Тұрып жүргеннен, біраз уақыт жүргеннен кейін тізенің ауырғаны басылады ма, басылмайды ма? Баспалдақтан шыққанда қалай сезінесіз, түскенде қалай сезінесіз деген сияқты осындай сұрақтарды қоя науқастар өздері ауруын барлығын кез келген МРТ, КТ, рентген, УЗИ-дан жақсырақ қылып айтып кетеді. Осылай тізесіндегі буындарындағы проблеманы жақсылап түсінуге болады. Және керек емді жасаған кезде кереметтей результаттар пайда болады. Егер де сіздердің де буындарыңыз, омыртқаларыңыз, аяқ-қолдарыңыз ауырып жүрген болса, Алматы қаласында қабылдаймын, консультацияға келсеңіздер болады.